Палуан Шолаққа айтты дейді біреулер. Әй, сен неменеңе мықтымын деп мақтанасың. Анау Иман Жүсіп шықты даңқты ереймін. Содан күшіңді аштырсаң мақтан деп. Сонымен бір күндердің күні болғанда базарда Палуан Шолақ тұрғанда Иман Жүсіп тұсынан өте берді дейді. Сүлік қараты бар екен, жарықтық. Сонымен енді ол да танып тұр, бұл да танып тұр, бірақ бұрын кездеспеген кішкене іштерінде қыр көрсетіп, әрі құрдас, әрі екеуі де батыр сынасқан түрлері болу керек. Иман Жүсіп өте берді тұсынан дейді. Сонда Палуан Шолақ енді мен мұны бір көрейін деп, ана аттың қылқұйрығынан бір қолымен былай ұстап алып тұр, бұрап, білегін орап ұстап, тартып тұра қалды. Сонда ана Иман Жүсіптің аты теңселіп барып тоқтап, жүре алмай тоқтап қайтты. Сонда Палуан Шолақ аты тартып бір сюжетті көзіңе елестете бер. Ат қозғала алмай тұр, Иман Жүсіп аттың үстінде қамшысын үйіріп алды дейді. Енді тартып жіберсе не Палуан Шолақты тартады, ол аңдып тұр сол тартқан. Не атты тартады. Сонда Иман Жүсіп Палуан Шолақтың келбетіне қарап жіберді, ана қамшысын үйіріп әкеп атты бір тартты дейді. Сонда ана сауырына қамшы өткен уақытта ат ышқынып, шыңғырып қайратып тартқан уақытта Палуан Шолақты шомбал тастай қылып арқан бойы жерге жылжытып алып кетті дейді. Содан екеуі Иман Жүсіп мойнын бұрып Палуан Шолаққа айтты дейді. Алаштың арда ұлысың, бөлек таудай ірісің. Шамырқандың кім үшін айласын тауып, дұшпандар бір жолата мұқалттап, біріне-бірін қайрап сап қазақтың екі қылышын. Азаттық атты арманға жете алмай жүрген алысып, азбыз ғой біздер жалғанда дейді. Бәсеке болып өзара қырқысып жатсақ екеуміз, артындағы еліңнің не боларын күн ертең білетін елдің білесің деп айтты. Сонда Палуан Шолақ тұрып, Палуан Шолақтың қолы шолақ болғанмен ақылы шолақ болмаған ғой. Түсініп айтты дейді ғой, замандасым сыңарым. Даңқыңды естіп өзіңді келіп еді сынағым деп айтты дейді ғой. Елдің мұңын толғаған бұл сөзіңді ұғамын, келші бері құшақтап бірге болсын ұғанымды. Екеуі жібектей болып есіліп, түйіннің бәрі шешіліп, құшақтасты екеуі күшіне күші қосылып дейді. Балақтан алып бет жыртқан тайраңдаса тасырлықты басатын, үлгісі талай ғасырлық осындай болса керекті атадан қалған асылдық дейді.